Al ağa atыңızды таныстырып жіберіңіз. Мен бұл атты бір ат жасайын деп ойлағанмын. Сонымен ол ойды алдыменен осы терден жасайын енді. Табиғи терісінен осы аттың дәл өзі ғой. Бұның үстін қып бір жерден қозғалатын қатырып қойса болмайды екен ол. Қозғалысқа, осы қолданысқа, халыққа, бала-шағаға, өте бала-шағаға енді. Мынаның енді ат деген қандай нәрсе? Мінсе қандай? Биіктігі қандай болады? Атқа мінсе қандай? Соларды енді балалар танысып, көрсін деп осы таза терісінен иілеп, әйбаттап, мәнерлеп терісін алдыменен жасап аламыз. Одан кейін мына оған өлшемді түрде мына ішінде қаңқасын жасаймыз. Мықты нәрседен, датпаспайтын, темір болса датпаспайтын, жеңіл нәрселерден жасап бұны жеңіл қып әрі мықты, әрі жеңіл, әрі адамдардың қолданысына икемді, қозғалып тұратын тынбай. Жасалу барысы мына жүнінің түспеуі, мына сипатының өзгермеуі, соның бәрін сол терісін кеспей сойып, бітеу сойып, сонымен оны тұздап, дәрілеп, Bunu bitev қандай соясыз жақсы сонда? кептіріп, енді оны аз еңбек қылып сояды ғой енді. Еңбек қылып, сол баптаудың күшіменен осы әлекке келеді ғой енді теріс. Күшпен. Өйтпесе сасиды, шірейді. Күшпен соydan екен de bunu. Одан кейін ана сипаты өзгеріп кетеді басқадай болса. Алдымен мына соймай тұрғанда нені өлшеу керек? Ана жылқыны. Биіктігін, ұзындығын нелерін, ана мүшелері өз-өзіне келетін қып. Сөйтіп өлшеп, соны жазып ап, одан кейін сойып, сол сияқты қаңқасын сонымен бірдей қып жасап шығу керек қой. Өйткені сәл өзгеріп кетсе, ана сауырлар, ана бауырлар басқа жаққа кетіп қалады дағы бөлімшелері. Сипат өзгереді. Ана орайлар деңіз. Мына тұяғын тұяқ күйінше табиғи қылып шығармасақ, о құр айтып қойғанменен енді ол балалар көреді бұны жаңадан не қылған. Мінгілә. Теріңізді тастаңыз аға. Көкпар тартып көрейік. Білелерсің ба? Өлі ма? Өлетін шығар енді. Қазақтың баласы ғой. Ай, келді. Тақымға бас. Бас ей тақымға. Тарт аға. Ат тартыңыз ә. Мынау мықты қойайын мына балам, ә? Ал тартыңыз ә. Тақым. Аты қозғалып бұратыр ғой аты. Аға атымен қосып жүріп атыз аға. Көзін қарамайсыз ба? Түйенің көзі тіпті әйбет екен аға. Нақ түйенің ба? Көзі, нақ өзі, ә? Иә. Тісін қараңыз. Түйенің көзі сондай біле ме? Сондай болады ғой. Бота көзі, Иә, бота көзі. Бір қау көзін қарашы аға. Дәл өзі, ә? Көз нақ өзі екен. Жаңа бірдемеге қарап тұрғандай. Көзі үркіп сәл үркіп тұрған сияқты екен аға. Нақ өзі ғой, қараш. Мына басы өзінікі ма емес пе? Өзін. О, жасты екен емес па? Ана аяғы несі қара болады екен. Кейін ағырады екен ғой бұл, картайғанда. Сөйтім екен. Картайғанда. Мен басы өзінікі емес пе? Мына жүндерінен тарамадық қой біз жуған күйден. Ой, бұл ана сойған кезде бар ғой. Иә. Терлеп ана не мына шуаштың бәрі семізіміз. Неге шапшып кетеді екен ғой жүнге. Жүнге ма? Мұнаны жуғанда неше түрді сабынмен әрең кетірдік қой. Иіс бар ғой бұнда сасық. Кетірдік қой, ұлпа қылдық қой. Талай күн айландым ғой бұл. Сабынмен жуы? Сабын қырқып кетеді деп бәрі шөп. Басқа бір сабын әкеп қымбат. Сонымен жуғанда мына әйбат болды. Болмаса бұда не бар емес бана? Шынағым. Шынақ қой мына. Алдыға сал бе. Бісміллә. Ой, сірә бір дәу адам ғой мына. Үріп кетпесіне. Тыюдай адам ғой мынау. Үдем қысқа ғой. Ой енді сізге... Енді өлшеп дейсің. Алдына қарат жаңа таралғыңды. Таралғыңды алдына қарат жаңа. Үзеңі бұрап дейді қазақша. Маңлайы.
Ayçığa. Mаңлайы айшығы. Бұл ұсталған сайын жарқырайды, ұсталған сайын сәнді тұрады. Қозбайды ғой. Мына шегелерді мен бір ғой, мына яғына өткізбеген шеге. Мына шегелер өтпеген. Өтпеген ба? Өтпеген мына шегенің бәрі өтпеген мына яғына. Тез кіргізіп берген. Өтпей мына. Өстіп шегеледік қой мінеки. Ол өссе сәнсіз болып қалады дейін дания. Сәнсіз болып қалады ғой. Ана бұртиып шегелеш. Өткізбей шегелеген. Мына қасын құядың қалып бар ма мынада? Техникаменен. Құямыз ғой енді. Нені салдық қой, үлгісін. Атыңызды жазып қойсаңыз болғанда екен. Оны да жазамыз ғой енді. Әзірше енді мынандай қылып тұрмыз міне. Бұл атқа тимейді. Мынаусы да сомау дей ма? Сом. О да сом. О да сом міне. Bunu ертейді. Мынау бір 3 келе, 4 килограмм шығады енді. Ауырлы. Ауырлығы, салмағы. Бұл енді дайын болғандағы біреусі енді. Аттың үстіндегі ғой. Аттың үстіндегі. Ол біреусі, мынау біреусі. Наныкі көзі көп екен, наныкі. Оныкі көк қылды. Мынаны енді қызыл рәңін ашады деп. Былай міне жарқырап тұр ғой міне күнге. Аттар ана жоғары, ана төмен, мынау төмен түссе, ол төмен түссе не болады екен ана? Қажайды. Мынау ана нақ несінде тұрады ғой. Нақ әлгі атрет дейтін жерінде тұрады. Мынаның қасы айбат екен. Өмір шірмейді екен. Айбат келген алда. Sen оқпаны кеңірек қып жасасаңыз мынан андай атқа бар ғой. Өлчем бар. Өлчем алда кең. Кең алда. Тарым екен деп ойлаймын. Тоқыммен бар ғой. Кең. Тоқыммен жоқ қысама деймін өзі. Кең. Кең. Кең жақсы екен әлі. Кең оны байқамайды. Өзіміз өрбенді осын чегелейміз ғой бағанағыдай. Анандай қылып. Жібек таусылып қойғанда қайысқа, қайыс таусылып қойғанда жібекке. Неше өрім аға мынауыңыз? 12 таспа. 12 Бұған таспа. құйысқан 12 таспа. Міне. Міне жерде бәрін түйіп дайындап. Енді оны сол майлап шегелейміз бітті. Міне мынаған айшық қыламыз міне. Осы ғой әзір. Міне. Бұны бар ғой неше қалың құйып алдым да болмай. Кеймini әбден жұқартым. Жеңіл болсын деп. Жеңіл болса да мұны әзір мына дәу базғамен ұрсам шынбайды. Абыды құсап көрсетейін бе? Абыды әлгі түтін терісін атына мұнда. Абыды құсап көрсетейін бе? Абыды деген дос, әбден сөзін білеміз.